Бисмиллахи-рахмани-рахим. Армысыздар ардақты ағайын, есімім менің Назира Сұлтан Мұратқызы, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің оқуымдағы құлшылыққа қатысты мақалалар, Абайдың қара сөздері, поэзиялар сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәл осы менің каналымдағы видеоларды көріп отырған, лайк басып және осы каналды үнемі тыңдап жүрген менің барша көрермендерімнің, тыңдаушыларымның Раббым ризық несібесін арттырып, зекет берушілердің қатарына қоссын деп тілеймін. Әмин. Ал енді құрметті жамағат, біз бүгін Муфтият KZ сайтынан ислам кедей болуға үндемейді, бай болудың пайдасы деген мақаланы оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Алла тағалаға сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға, оның отбасы мен барлық сахабаларына салауаттар мен сәлемдер болсын. Байлық қоғамда және жеке адамға қатысты материалдық игіліктер мен рухани құндылықтарды білдіретін ұғым. Байлық рухани және материалдық болып екіге бөліп қарастырылады. Рухани байлық дегеніміз пенденің жүрегіндегі иман байлығы болса, материалдық байлық өмірде жиған терген дүниеміз. Асылында адам баласы өмір сүріп жүрген қоғамда тиісті деңгейде тіршілік ету үшін қос байлықты құстың қос қанатындай тең дәрежеде ұстауы керек. Сол үшін Алла тағала Бақара сүресінің 197 аятында сендерге Раббыларыңның кеңшілігін істеулеріңнің, кәсіп істеулеріңнің еш оқасы жоқ деген. Ал Жұма сүресінің 10 аятында намаз өтеген соң жер жүзіне таралыңдар да Алланың кеңшілігімен ризық несібелеріңді іздеңдер деп бұйырады. Яғни құлшылықтан соң адал еңбекпен өз несібелерін іздеуге, табыс табуға, дәулетті болуға шақырады. Қазіргі таңда еліміздегі көптеген жастардың уақыттарын бекерге сарп етпей, жастайынан еңбек етіп, ақша табуға, кәсіп ашуға деген талпыныстары жоғары деңгейде екенін байқатады. Әрине, ең әуелі табыстың адалдығы, тапқан байлықтың пайдалы істерге жұмсалуы өте маңызды. Дегенмен, адам баласының жақсы өмір сүруге, халқымыз айтқандай, төрт құбыласы түгел болуға талпынуы өте құптарлық іс. Жалпы қазіргі қоғамымызда рухани байлық пен материалдық байлықты бір-біріне қарсы салыстырып, тақуа адам байлыққа қызықпауы керек, дін адамы бай болмауы тиіс деген сынды көзқарастар да бар. Бұл дұрыс емес. Қасиетті Құранның 80-нен астам аятында намаз оқыңдар және зекет беріңдер деп келеді. Бақара сүресі 43 аят. Намаз қандай ұлы құлшылық болса, зекет беру де сондай маңызды құлшылық болып саналады. Демек, мұсылман баласы өзінің адал еңбегімен зекет беретіндей дәулетке қол жеткізсе, Алла тағаланың бұйрығын орындағаны. Саңлақ сахаба Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қуатты мұсылман әлсіз мұсылманнан қарағанда жақсы және Алланың алдында сүйкімдірек және әр қайсысына қайыр бар деген хадисін жеткізеді. Имам Муслим. Бұл хадисте мұсылман үмметін бай және қуатты болуға үндейді. Физикалық және материалдық жағынан да қуатты болуы керек. Себебі қуатты мұсылман өзге адамдарға, туған туысқандарына, мұқтаждарға қалауынша жәрдем бере алады. Яғни жомарттың қолын жоқтық байламас үшін, өзіңді де жарылқап, өзгеге де көмегің тию үшін бақуатты болуға талпыну қажет. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, үзеңгілес серіктерін және мұсылман қауымын әрдайым өз маңдай терімен нәпақа табуға үндеген. Мұсылманның хас сипатының бірі ретінде қанағатшыл болуды және мүсәпір күйге түсіп, алақан жайып, ешкімге кіріптар болмау керектігін насихаттаған. Тіпті Мұхаммед пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзінің өнегелі өмірімен жеке тұлғаның әлеуметтік экономикалық жай күйі қалай болуы керектігін де үйреткен. Тарихтан мәлім, пайғамбарлық келместен бұрын адалдығымен аты шыққан пайғамбарымыз түрлі кәсіп жасаған, сауда істерін жүргізген. Бірде бір сахаба: «Уа Алланың елшісі, маған қайырлы бір іс туралы айтсаңыз, ол істі жасағанымда Алла да адамдар да жақсы көрсін» деп кеңес сұрайды. Сонда Алланың елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Дүние құмар болма. Сені сонда Алла жақсы көреді. Өзгенің мүлкіне сұқтанба, сонда адамдар да сені жақсы көреді» деп жауап берген екен. Қарап тұрсақ, ислам тарихында дәулетті адамдар өте көп болған.
Тіпті ең абзал буын өкілдері сахабалар арасында да дүниесіне береке бітіп дәулеті асып тасқан адамдар көп еді. Соның бірі көзі тірісінде жәннатпен сүйіншіленген сахаба Абдурахман ибн Ауфты, Алла оған разы болсын, айтуға болады. Қисса. Бірде халықтың керек жарағына қаражат керек болғанда Абдурахман ибн Ауф, Алла оған разы болсын, үйіндегі қаражатын әкеліп: «Уа Алла елшісі, менде 4.000 бар. Оның 2.000-ын жаратушы иеме қарызға бердім, 2.000-ын балаларыма қалдырдым» дейді. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Алла бергеніңе де береке берсін, бермегеніңе де береке берсін деп дұға жасайды. Осы оқиғадан кейін ол көп ұзамай аз уақыттың ішінде ең бай мұсылмандардың қатарына енеді. Байығаны соншалықты 700 түйені жүгімен қоса Алла жолында садақаға жұмсайтын дәрежеге жетеді. Керуендері ең сапалы тауарларды тасымалдап үнемі табыспен оралады. Мұншалықты берекеге таң қалған Абдурахман, Алла оған разы болсын, қандай да бір тасты көтерсем, астынан алтын мен күміс шығатын секілді еді деп баяндайды. Алайда мәртебелі сахабаны байлығы құлшылықтан тосқан емес. Ол осы байлық үшін есепті ойлағанда көз жасын тыя алмай, құлшылығы мен садақасын арттыра беретін болған. Қисса. Бір күні Мәдина шаһарына 700 түйеге жүк тиелген келісті керуен кіреді. Күллі қалада ел көшкендей дауыстар естіледі. Айша анамыз, Алла оған разы болсын, мұның мәнін сұрағанда Абдурахман ибн Ауфтың керуені ғой деген жауапты естиді. Сонда мұсылмандардың анасы: «Мен Алла елшісінің Абдурахманның сыйы оның жәннатқа кіргені дегенін естідім» деген екен. Бұл хабар Абдурахман ибн Ауфқа жетіп, дереу Айшаның алдына келіп нақтылайды. Ол Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Абдурахман ибн Ауфтың жәннатқа еңбектеп кіріп бара жатқанын көрдім деп айтқанын жеткізеді. Сонда ол: «Егер шамам келсе түрегеп кірер едім, Алланың атымен ант етейін, мен мына керуенді толықтай Алла жолына арнадым» деп түгелдей садақаға жұмсайды. Ол осыдан кейін садақаны есепсіз әдеттегіден де көп жасайды. Ал Айша анамыз оны еске алғанда Алла тағала оны сәлсәбилмен сусындандырсын деп дұға жасайды екен. Абд ар-Рахман Рафат әл-Баша. Бұл бір ғана сахабаның мысалы. Асылында бұдан өзге де Әбу Бәкір, Омар, Алла оған разы болсын сынды сахабалар да бай адамдардың қатарында болған. Жалпы өмірде бай болуды, қиналмай жеткілікті өмір сүруді кім қаламайды? Дінімізде құпталмайтын іс ол дүние құмарлық. Бұл дегеніміз нәпақаңды таппай жалқаулыққа басып отыра бер деген сөз емес. Ең бастысы Алланың рұқсат еткен адал жолымен ризық табу. Өмірде асқан дәулетті көздеп байлыққа бастайтын жол деген желеумен өзге елдердің түрлі жолдарына жүгініп, жеңіл жолмен бай болуды армандайтындар да жоқ емес. Ислам еңбектену арқылы байлыққа кенелуді тыймайды. Оның да Алланың разылығына жетелейтін тиімді жолдары бар. Алла тағала Құран кәрімде қалай ризық несібені арттыруға болатынын көрсетіп қойған. Алладан шынайы қорқу. Құранда: «Кім Алладан шынайы қорықса, оған тығырықтан шығатын бір жол ашып береді, оған ойламаған жерден ризық береді. Ал кім Аллаға тәуекел етсе, сонда оған медеткер ретінде Алла жетіп асады. Сөзсіз Алла өз бұйрығын арттырады. Расында Алла әр нәрсеге бір өлшеу қойған» деп айтылған. Талақ сүресі 2-3 аят. Әр нәрсеге қанағат ету. Қасиетті Құранда: «Егер олар Алланың елшісінің өздеріне бергеніне разы болса, және Алла бізге жеткілікті, жақында Алла және елшісі бізге кеңшілігінен береді, расында біз Аллаға ынтықпыз десе жетер еді» деген. Тәуба сүресі 59 аят. Алладан кешірім сұрау. Кешірім сұрау, яғни истиғфарды көп айту да байлыққа қол жеткізудің бірден бір жолы. Аятта:
Сондай-ақ оларға Раббыларыңнан жарылқау тілеңдер, өйткені ол өтте жарылқаушы дедім. Ол сендерге аспаннан мол-мол жаңбыр жібереді. Әрі өздеріңді малдарыңмен, балаларыңмен қамдайды және сендер үшін бақшалар жасап, өзендер ағызады делінген. Нұх сүресі 10-12 аят. Шүкірлік ету. Шүкір етуші пенденің де ризық несібесі артып отырады. Құранда егер шүкір етсеңдер, нығметтеріңді арттыра беремін. Ал егер қарсы келсеңдер, азабым тым қатты деп айтқан. Ибрахим сүресі 7 аят. Тапқаныңды жақсылыққа жұмсау. Негізінде адам баласы тапқанын Алла жолында жұмсаған сайын арта түседі. Қасиетті Құранда Мұхаммед: рас, Раббым несібені құлдарынан кімге қаласа кеңітеді, оған өлшеп те береді. Сендер тиісті орынға бір нәрсе жұмсасаңдар, сонда Алла тағы да есесін береді. Ол ризық берушілердің ең жақсысы де. Сәба сүресі 39 аят. Үйленіп некелесу. Отбасын құрып, үйлі болу да байлыққа кенелтеді. Алла тағала қасиетті Құранда араларыңдағы отау құрмағандарды, құлдарың мен күңдеріңнің арасындағы ізгі жандар мен үй болуға жарайтындарды үйлендіріңдер. Егер олар кедей болса, Алла өз кеңшілігімен байытып қояды. Алланың мейірімі шексіз, бәрін білуші. Нұр сүресі 32 аят. Халқымызда бас екеу болмай, мал төртеу болмайды деп айтылған. Сондай-ақ жұмысына береке бітіп, табысты болуды қалаған адам мына бір қағидаларды естен шығармағаны жөн. Туған туыспен жақсы қарым-қатынаста болу. Жаман болсын, жақсы болсын, туған туыспен қарым-қатынасты үзбеу керек. Себебі пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кім дүниесіне береке бітсін десе, туысқандармен қарым-қатынасын сақтасын деген. Жалпы шариғатымызда туыстық қарым-қатынастың маңыздылығы өте жоғары. Екінші, ерте тұру. Жұмысыңыз жемісті болуы үшін ерте тұру керек. Себебі пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, уа Алла, менің үмбетімнің таңғы уақытына береке бер деп дұға еткен. Халқымыз ерте тұрған еркектің ырысы артық деп бекер айтпаса керек. Үшінші, таразыда әділ болу. Сауда жасайтын адамның таразыдан жеуі, ал тауардың айыбы болса, оны айтып ескертуі дүниесіне береке әкеледі. Себебі хадисте тауардың айыбын айту сауданың берекесі делінген. Төртінші, күнәдан алшақтау. Өйткені күнә адамды ризықтан махрұм етіп, кедейлікке ұрындырады. Алланың елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, адам өзінің күнәсі арқылы ризық несібеден айырылады деп ескерткен. Бесінші, садақасын, зекетін беру. Дүниеңіз арнайы зекеттің өлшеміне толған болса, зекетін беру және садақа жасау мал-мүлкіңізге береке алып келеді. Хадисте күн сайын таңертең көктен екі періште түсіп, біріншісінің уа Алла, садақа берушінің дүниесін көбейт, оған береке бер десе, екіншісінің уа Алла, сараңның малын опат қыл деп айтатындығын келтірген. Сондықтан әрбір мұсылман садақа берушілердің қатарынан болуға тырысуы керек. Құдай өзі жеткізеді деп құр отыра беруге болмайды. Бізден ниет және әрекет болуы тиіс, қалғаны Алладан. Атақты Лұқман Хәкім баласына былай деп өсиет етіпті: балам, адал кәсіп арқылы өзіңді кедейліктен құтқар. Адам кедейлікке түсті ме, онда үш жаман қасиет пайда болады. Діндарлығы әлсіз болады, ақылы төмендейді, кісілік қасиеті жоғалады. Бұлардан да бетер оны адамдардың көзге ілмей келеке қылуы. Хазіреті Омар, Алла оған разы болсын, ешбірің Алла тағалам ризық бере көр деп еңбектенбей отырып алмасын. Бәрің білесіңдер, аспаннан ешқашан алтын мен күміс жауған емес, деп ризыққа жетудің, кедейліктен құтылудың жалғыз жолы еңбекте екенін ескертеді. Бірде ол өз ауласында тал егіп жүрген Заид ибн Масляманы көріп, дұрыс деп жатырсың, өзіңді адамдарға мұқтаж қылма, бұл діндарлығыңа қорған болады, адамдар да сені сыйлайтын болады деген екен.
Ұлылар ұлағатынан ұққанымыздай, мұқтаждық яки кедейлік адамның діндарлығына қатер төндіреді. Кісілік қасиеті төмендеп, сұрамшылық, жалқаулық, тіленшілік секілді жаман әдеттерге бастауы мүмкін. Халқымыздың хәкімі Абай да адамзатты адал еңбекке үндеп, адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі дейді. Құрметті жамағат, тағы бір айта кетер жайт, дүние, мал мен байлық біз ойлағандай тек жақсылық әкеліп қана қоймай, дүниенің қиыншылығы мен және машақаты бірге жүреді. Байдың да байы бар, кедейдің де кедейі бар. Яғни екеуінің де жақсы жағы мен жаман жағы бар. Егер кедейліктің жанында тәкаппарлық пен сабырсыздық болса, онда оның соңы өкініш болмақ. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадисінде тәкаппар кедейге қияметте Алланың назары болмайды деп айтқан. Кедей адам кішіпейіл және мейірімді болғанда ғана екі дүниенің рахатын таба алады. Ал енді байлықпен бірге ілесіп қанағатсыздық, сараңдық пен қатыгездік жүрсе, онда ол кесапат. Ал байлықтың жанында дос болып қанағатшылдық пен мейірімділік және жомарттық келсе, онда ол нығмет. Бай болу жаман емес, дүние табу харам емес, егер ол байлық Аллаға деген құлшылыққа кедергі етпесе. Халқымызда бір бай бір ауылды асыраған деп айтып жатады. Бұл жай сөз емес, тарихпен дәлелденген жайт. Оған еліміздің барлық жеріндегі мешіттер мен медреселердің салынуы, сол мешіттер мен медресе және көптеген қайырымдылық қорлардағы істелген игі шаралардың жүзеге асырылуы дәлел бола алады. Осының бәріне мұрындық болып, мал мен байлығын, зекеті мен садақасын шығарған дәулетті азаматтар. Алла тағала ондай жандардың жақсылығын екі дүниеде де еселейді. Ол жайында Құран кәрімнің Ләйл сүресі 5-7 аяттарында былай деп сүйіншілейді. Алла жолында қазына жұмсаған, діндарлық жасаған, жақсылыққа ден қойған адамдарға келсек, біз олардың өмір жолын жеңілдетеміз, дұрыс бағытқа саламыз. Алладан қорқып, малын Раббысына шүкір қылған құлдарындай жөнімен жұмсаса, адалдан тауып, адалға жұмсаса, екі дүниенің рахатын табады. Ал Бақара сүресінің 270-271 аяттарында Алла үшін не нәрсе берсеңдер де, не бермек болсаңдар да, Алла оны шын мәнінде біліп тұрады. Ал залымдарға еш қайыр жасамайды. Садақаны ашық бергендерің бір жақсылық, басқаларға үлгі боласыңдар. Ал оны жасырын берсеңдер, әрі жоқ жітікке берсеңдер, ол тіптім жақсы. Ол сендердің кейбір күнәларыңның алдын кеседі, кемшіліктеріңді жояды. Пенденің ісінен Алла қашанда хабардар, деп садақа пәле-жаланың алдын кесетінін, қайтаратынын айтады. Жомарттық пен сауабын тек Алладан күтіп басқаларға жәрдемдесудің өзі түсінген адам үшін үлкен құлшылық. Алла тағала аса мейірімді, мейірімді болғандарды жақсы көреді. Алла өзі асқан жомарт, жомарттарды жақсы көреді. Аллаға малы мен байлығымен құлшылық еткендерге о дүниеде беретін нығметін адам баласы суреттеп жеткізе алмас. Ол мысалдарды біз Құраннан ғана көре аламыз. Мысалы, Инсан сүресіне үңілсек, жақсылар тостағандармен кафур қосылған қош иісті сусын ішеді. Сол кафур жәннатта бұлақ болып ағып жатады. Одан ішетіндер Алланың сүйген құлдары, және ол бұлақты Алла қайда болса да ағызып апарады. Олар өздері берген уәдені бұлжытпай орындайды, әрі қиыншылығы мен қисапсыз қиямет күнінен қорқады. Міскінге, жетімге және тұтқынға ас береді. Біз сендерге бұл тағамды Алланың ризалығы үшін береміз. Бұл үшін сендерден бодау да, алғыс та тілемейміз дейді міскіндерге. Өйткені біз Алла тарапынан болатын ауыр, қатал күннен қорқамыз. Алла оларды сол күннің тауқыметінен сақтайды. Олардың жүздеріне нұр, жүректеріне қуаныш береді. Төзімділіктері үшін оларға жәннат бақшаларын, жібек киімдер сыйлайды. Жәннатта олар орындықтарға сүйеніп отырады. Ол жерде қатты ыстық та суық та болмайды. Көлеңке бастарынан аумайды. Жемістер қол жетер жерде өсіп тұрады. Тағам толы күміс табақтар, сусын құйылған күміс тостағандар жылжып келіп тұрады. Бәрі қажеттеріне лайық дәрежеде болады делінген. Осы сипат бәрімізге жұғысты болсын деп тілейік.
Құрметті жамағат, шындығына келсе кедей болу намыс емес. Керісінше, мұсылман болған кедейге Алланың мейірімі мол. Ал бай болу қарғыс емес. Керісінше, жомарт болған байлардың екі дүниеде де алатын үлесі мол. Алланың бергеніне шүкір ету, бермегеніне сабыр ету Алланың сүйікті бай және кедей құлдарының сипаты. Сондықтан исламда байлық та, кедейлік те ұят нәрсе емес. Жаратқан Алла қасиетті Құранда Алла ризық несібеде біріңді біріңнен артық етті дейді. Нахл сүресі 70-ші аят. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзінің хадисінде береген қол, алаған қолдан қайырлы артық деп айтқан. Имам Бухари, Муслим. Мұсылман адам адал жолмен бай болса, зекетін беріп, садақасын таратады. Қоғамдағы тұрмысы төмен адамдарға қол ұшын береді. Алла тағала асыл дініміз бұйырған адал кәсіпті тауып, тәуелсіз еліміздің болашағына қызмет етуді баршамызға нәсіп етсін. Уағыз соңын екі дүниенің сардары Мұхаммед пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, дұғасымен аяқтағанымыз абзал болар. Уа Алла, уайым мен қайғыдан, әлсіздік пен жалқаулықтан, қорқақтық пен сараңдықтан және қарызға батудан өзіңнен пана сұраймыз. Әмин.